Сәлем достар, құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Талғамы жоғары көрермендерім, күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Сіздермен бүгін алмадан өте оңай жасалатын әрі әдемі болып көрінетін пирогты бірге әзірлейік. Бұл пирогқа пайдаланатын заттарымыз қарапайым әрі қолжетімді болып табылады. Бізге 4 дана жұмыртқа керек. 4 дана жұмыртқаның ақ уызын сары уызынан бөліп аламыз. Ақ уыздың үстіне 180 грамм қантымызды қосып, әппақ көпіршік болғанша миксерлап аламыз. Егер сіздерде миксер болмаса, қол шайқағышпен де осылай әппақ көпіршік болғанша шайқап алуларыңызға болады. Ақ уызымызға қосқан қантымыз еріп, осында әппақ көпіршік болғанша миксерлап алдық. Енді сол миксермен бірден миксерді жумастан сары уызымызды кішкене ағарғанша миксерлаймыз. Сары уызымыз оттегімен қанығып, осындай ақшыл көпіршіктер пайда бола бастады. Енді осы сары уызымыздың үстіне 80 грамм сұйық майымызды, 180 грамм 20% қаймағымызды қосып, тағы да миксерлаймыз. Аздап миксерлап алғаннан кейін бір дана, яғни 3 грамм ванилинімізді қосып, тағы да кішкене араластырамыз. Егер сіздер даршын жақсы көрсеңіздер, яғни корица жақсы көрсеңіздер, корицаны қосып араластырсаңыздар болады. 230 грамм ұнымызға 1 шай қасық, яғни 10 грамм қопсытқышымызды қосып араластырып алып, сары уызды массамызға қосамыз. Онды міндетті түрде илеуіштен өткізгендеріңіз дұрыс. Сол кезде біздің ұнымыз оттегімен қанығып, пирогымыз үлпілдек болып шығады. Онды бірден қосып араластырсаңыздар, біздің пирогымыз түйіршіктеніп қалады. Сондықтан біртіндеп қоса отырып, осындай қоймалжың масса болғанша миксерлап аламыз. Енді осы қоймалжың массамызға қантпен араласқан ақ уызымызды қосып, силиконды лопатканың көмегімен асты үстіне шығарып, біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Массамыз осындай түйіршіксіз біркелкі масса болуы керек. Енді салмасына кірсек. Салмасына мен 3 дана қызыл алма қолдандым. 2 дана алманың қабығын ашып, ортасындағы артық керек емес заттарында алып тастадым да, тор көздерге, яғни кубикқа турап алдым. Егерде сіздерде алманың басқа сорты болса, онда 2 дана алманы басқа сорттан пайдалана берулеріңізге болады. Ал 1 дана алманы міндетті түрде қызыл алма алғандарыңыз дұрыс. Өйткені оны біз әсемдікке пайдаланамыз. Туралған алмаларымызды ұнды массамызға қосып, біркелкі болғанша араластырамыз. Менде формамның диаметрі 26 см, формамды жақсылап маймен майлап жағып алдым. Астына пергамент қағазын төсеген жоқпын, пирогым жабыспай біркелкі болып пісті. Егерде сіздер формаларыңызға күмәнданатын болсаңыздар, міндетті түрде астына пергамент қағазын төсегендеріңіз дұрыс. Әсемдікке алып қалған 1 дана алмамыздың қабығын ашмаймыз, жіңішке етіп турап аламыз. Достар, каналымның дамуына үлестеріңізді қоса отыруларыңызды сұраймын. Ол үшін алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Сол кезде алғаш болып жүктелген видеоны көре аласыздар. Видеома лайк басып, төменде комментарий бөлімінде пікірлеріңізді міндетті түрде қалдыра кетіңіздер. Поделиться батырмасын басып, достарыңызбен осы видеомен бөлісе кетіңіздер. Каналымның дамуына үлкен көмек болар еді. Сіздердің әрбір лүпілдеріңіз бен пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Жіңішке етіп туралған алманы видеодағыдай етіп әсемдеулеріңізге болады, немесе қиялдарыңызға ерік беріп, әртүрлі ғып қалауларыңызша әсемдеп шығуларыңызға да болады. Қызып тұрған 180 градус пеште 50-55 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің алмадан жасалған пирогымыз дайын. Үстіне қант ұнтағын сеуіп, ұсына берулеріңізге болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Нұржамал. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.